Екі жүзділік бұл ең жиіркенішті амал. Алла Тағала қасиетті Құранда екі жүзділер дозақтың ең төменгі қабатына түседі деп айтқан, субханалла. Ең ауыр азапты көреді. Екі жүзділік дегеніміз мысалы, үйде басқаша әйелдермен, бала шағасымен басқаша қарым-қатынас жасайды, жұмысқа барған кезде өзін сыпайы болып көрсетіп, қонақтар келсе мүлдем басқаша болып деген сияқты. Яғни үйдің сыртында, далада басқаша, үйде отбасында басқаша болатын болса, бұл екі жүзділік Алла сақтасын. Және адамдармен болған кезде өзін сыпайы әдепті ұстап, ал жеке қалған кезде Алла сақтасын, күнәға бейім болатын болса, жасырын істейтін күнәлер көп болатын болса, бұл адамда екі жүзділік сипат бар екен, Алла сақтасын. Сізбенен бізде осы сипат болатын болса, қорқу керек. Бауырлар, қорқу керек. Алла Тағала екі жүзділіктен сақтасын. Ал екі жүзділік екі түрлі болады. Біріншісі имандағы екі жүзділік және амалдағы екі жүзділік дейді. Сіз білеміз, Құдайға сенеміз, бірақ іс әрекетімізде, сөзімізде екі сөйлеу, немесе уәдеде тұрмау деген сияқты, кешігу деген сияқты, бұның барлығы бізден бойымыздан көрініп жатады. Алла сақтасын. Сондықтан шынайылық, бір жүзділікті Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін, иншалла.